Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Тақырыбымыз дыбыс, табиғи дыбыс көздері. Сабақта сендер табиғи дыбыстар туралы білетін боласыңдар, табиғи дыбыс көздерімен танысасыңдар. Оқушылар, жаратылыстанудан біз жаңа дыбыс тарауын өтетін боламыз. Дыбыс тарауын оқу барысында сендер табиғатта дыбыстардың сан түрлі және оның көздері болатынын, дыбыс жан-жаққа таралатыны туралы, дыбыс көздері әртүрлі дыбыс шығаратыны туралы түсінесіңдер. Егер сендерден қандай дыбыстар болады деген сұрақ қойылса, онда сендер дыбыстардың екіге бөлінетінін айтыңдар. Ол бізде табиғи дыбыс көздері және де жасанды дыбыс көздері. Осы бейнероликте сендер табиғи дыбыс көздерімен танысатын боласыңдар. Біз дыбыс әлемінде өмір сүреміз. Дыбыстардың табиғи көздері бар. Бұларды табиғаттың дыбыс көздері деп те атайды. Оларға сайраған құстарды, жағаға соғылған толқындарды, уілдеген желді жатқызуға болады. Олардың барлығы табиғи дыбыстар деп аталатын әуен, жел гуілі, жапырақ сыбдыры секілді дыбыстарды тудырады. Табиғи дыбыс көзінің мысалы ретінде ырылдау, жылау және басқа да дыбыс тудыратын жануардың немесе адамның дыбысын атауға болады. Жұмбақты шеш. Естиміз, бірақ көре алмаймыз. Айтамыз, бірақ жаза алмаймыз. Бұл не? Дұрыс, дыбыс. Оқушылар, дыбыстың әріптен қандай айырмашылығы бар? Жарайсыңдар, біз дыбыстарды естиміз және айтамыз, ал әріптерді жазамыз және көреді екенбіз. Ал дыбыстарды ұстай аламыз ба? Дыбысты ұстай алмаймыз, оны тек естуге болады. Табиғи дыбыс көздері адамның дауысы, жапырақтың сыбдыры, құстардың сайраған үні, бұлақтың сылдыры. Оқулығымыздың 82-ші беттегі суретке назар аударайық. Суретке қарап, бейнелеп, әңгіме айтуға тырысыңдаршы. Сендер де осындай табиғат аясында болдыңдар ма? Суреттен қандай дыбыс көздерін көріп тұрсыңдар? Олар қандай дыбыс шығарады? Жарайсын, оқушылар, айналамыздан әртүрлі дыбыстарды естуге болады. Ал мына суретте сендер табиғи дыбыс көздерін көріп тұрсыңдар. Яғни бұл жерде бізде сарқыраманың дыбысы, желдің дыбысы, еліктің аяғының астында жатқан бұтақтар, аралар және Негеш пен Эвриканың әңгіме айтып келе жатқанын көріп тұрсыңдар. Мұның барлығын біз табиғи дыбыс көздеріне жатқызамыз. Ендеше бейнероликке мұқият назар аударыңдар. Есте сақта, табиғи дыбыс көздеріне табиғат құбылыстарының адам және жан-жануардың дыбыстары жатады. Оларды табиғи дыбыстар деп атайды. Адамның сөзі, күлген, жылаған, түшкірген кезінде шығаратын дыбыстары табиғи дыбыстарға жатады. Әлемде адам естімейтін дыбыстар да болады. Мысалы, ультрадыбыстар және де инфрадыбыстар. Жануарлар бұл дыбыстарды естиді және ажырата алады. Олардың есту қабілеті басқаша қалыптасқан.
Жұмыс дәптеріміздегі тапсырмаларды орындайық. 55-ші жұмыс парағы. Суретке қара, табиғи дыбыс көздерінің суретін боя. 56-ші жұмыс парағы. Табиғи дыбыс көздерін белгіле, 5 айырмашылықты тап және оларды дұрыс таңбасымен белгілеп боя. Сабағымызға интервью әдісі арқылы кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақта сендерге не ұнады, не ұнамады, нені түсіндіңдер, сонымен қатар тағы не білгілерің келеді, SMS хабарлама арқылы жолдандар. Жаратылыстану сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.